Ажыраған егіздер. 3-ші бөлім. Тіркеліп лайк басып кет. Айтпақшы достар, сіздер мына адамдарды, кейіпкерлердің түрлерін ауыстырған байқаған шығарсыздар. Мына Нұрайдың шашы мұндай емес еді, ал Гүлайдың да шашы мұндай емес еді. Айтпақшы, мен Нұрай Гүлай деген болмайды, сол үшін Нұрай Арай деп өзгертіп тастадым. Бастайық. Ал балалар, кітаптарында ашыңдар. Бүгін қандай? Айтпақшы, бүгін бізге жаңадан оқушы келеді. Қазір кеп қалатын шығар. Все, Арай, ешқандай да қобалжыма, бұл обычный мектеп. Бірақ бұл обычный емес, богатый мектеп қой. Қараш қандай әдемі. Тоқтай тұр. Кіресің, саламатсыз ба, ағай, или ағай дейсің, апай дейсің, сосын орнына барып отырасың. Саламатсыз ба, кіруге бола ма? Балалар, мен айтқан Арай деген қыз осы. Бәрі неге маған тесіліп қарап қалдыңдар? Ана қыз Нұрайдан аумайды, соны айттым. Ана қыз Нұрайдан аумайды ғой. Соған неге Нұрайдан аумай қалған сонша? Ана қыз Нұрайдан аумайды ғой. Соны айтам, Нұрайдан аумайды, шынымен де. Соғы Нұрайдан аумайды. Нұрай, ана қыз сенен аумайды ғой. Арай ма? Солай барлық сынып олардың ұқсайтындарын айтып кетті. Сенің есімің Арай ма? То есть, кешір, просто шатаса берем. Я, Арай, не болды? Жай, сен біздің сыныптағы Нұрай деген қыздан аумайды екенсің. Шын ба? Бірақ ол мен егізім емес. Ол ұқсаса ұқсай береміз. Мұндай қалада ондай адамдар өте көп. Жарайды, сабақты бастайық. Ал балалар, сабақталды, шыға берсеңдер болады. Үйге берген тапсырманы түсіндіңдер ма? Иә, жарайды, шыға беріңдер. Солай барлығы шығып кетті. Жүр, бізде шығып қайтайық. Сөйтейікші. Сонымен бізде шықпаймыз ба? Айтпақшы, сенің атың кім? Менің атым Гүлнұр. Айтпақшы, сен бағана Нұрай деген адамды айттың ғой, сонымен мен таныстыршы. Жарайды, олармен мен жақсы араласам. Гүлнұр, мен шықпай тұрайын, сен бірінші айт, сосын кейін мен барам. Жарайды. Қалайсыңдар, қыздар? Жақсы. Сен бүйтіп алдымызға келмейтін едің ғой, Гүлнұр. Соны айтам. Жай, сендермен Арайды таныстырайын дегенмін ғой. Арай, әлгі жаңадан келген қыз ба? Таныстыр. Келе бер, Арай. Сәлем. Не болды? Білмеймін, как будто бұрыннан таныс сияқты болып тұрмын. Менде де дәл солай болып тұр. Как будто бұрыннан бері таныс сияқты болып. Ой, әшейін елестеген шығар. Сенде ондай жоқ еді ғой. Жарайды, әшейін шығар. Айтпақшы, мен Арайға мына мектепті таныстырмадым. Арай, жүрек, мен саған мектеп таныстырайын. Рахмет. Жүргеттік екеміз барайық. Мам, мен келдім. Келдің бе? Қалай, бірінші күнің қалай өтті? Мам, өте күшті өтті. Маған мектеп қатты ұнады. Наса болыпты. Айтпақшы, мам, біздің мектепте бір қыз бар екен. Тура маған ұқсайды, прям қастарымызға дейін барлық сынып айтты. Содан кейін оның, по-моему, Арай дейтін егізі жоғалып кетіпті, прикинь. Не? Сонда қалай, түсінбедім. Содан не болыпты? Содан 15 жыл ма, 10 жыл ма бұрын жоғалып кетіпті егізі. Ата-анасы 5 жыл іздеген, таппаған, содан кейін үміттерін үзген. Ал енді қазір қайтадан іздеп жатыр дейді, по-моему. Сондай? Короче, енді қайтем. Мен сонда не? Қызымнан айырлам ба? Жоқ, олай болмайды. Мүмкін оны жібермей қояйын ба? Бірақ онда ол жылап шығады ғой. Бірінші күннен оған қатты ұнапты. Егер де оны жібермей қойсам, егер оны танып қайса не істеймін? Менің басқа ешкімім жоқ. Мам,
Мам, неге ойланып кеттіңіз? Еш нәрсе. Неге ойланып кеттіңіз? Жай әншейін. Осы кездері сіз көп ойланатын болыпсыз. Содан кейін не болды? Содан кейін былай болды. Мам, пап, мен келдім. Келдім бе? Қалай болды? Жақсы. Жақсы болса болыпты. Не болды? Айтпақшы, айта берсе. Маған сұрақ қоя бермеңіздер. Балнұр тәте, жүріңізші, сізге бір нәрсе айтайын. Жарайды. Не болды? Не болды, батақаным? Балнұр тәте, сізге бір нәрсе айтам, бірақ ешкімге айтпаңыз. Мен сақтықтай аламын ғой, білесің ғой. Сенің сырларыңды әлі күнге дейін айтпай жүрмін. Айта бер. Білесіз бе, Балнұр тәте, бүгін мен егізімді көрдім. Егізіңді? Иә, ұқсастық өте көп болды. Қалай сонда? Біріншіден, бір қалада тұрамыз. Оның аты Арай, менің атым Нұрай, аттарымыз да ұқсайды. Содан кейін менің егізім жоғалып кеткен. Барлық сынып айтты. Ұқсайсыңдар деп, егіз емессіңдер ме деп. Сонда не, соны көрдім деп тұрсың ба? Иә. Онда ол сенің егізің. Ол басқаша болу мүмкін емес. Ұқсастық өте көп болса, демек сенің егізің. Бірақ онда неге ата-анаңа айтпайсың? Ой, қойыңызшы, содан кейін шығады. Ой, Арай табылды деп. Содан кейін мен вообще ұмытып кетеді. Бұны ата-анама вообще айтпаңыздар, жарай ма? Айтпаңыз, мүлдем айтпаңыз. Жарайды. Жақсы. Келістік қоя. Иә, мен кете берейін. Так, мен сабағым қарап тастайын. Мұнда, дәптерлерім, кітабым, мынау, пеналым. Тоқта, менің тағы бір кітабым бар сияқты еді. Қайда ол? Онда жоқ, мына жерді түгел қарап шықтым. Мүмкін шкафта шығар. Төбесінде шығар. Осы жерде болу керек. Мынау менің кішкентай кезімде салған суреттерім ғой. Қандай әдемі? Ал мынау не? Арай жайлы? Мен жайлы ма? Қызым, келші, магазинге барып кел. Жарайды, кино оқимын. Тоқтай тұр, мынау да мен суретім ғой. Қандай әдемі? Кино оқимын. Ау, мам, магазинге барып келші, нан алып келші. Мам, ау, ана бір хат тауып алдым. Арай жайлы деп тұр. Не? Оны неге ақтарып жүрсің? Жай кітабын таппай қалдым бір. Ол кітабын анау тұр ғой, оған енді тиісуші болмай, жарай ма? Ояқты ақтарма мүлдем. Мам, не болды сонша ашуланып кеттіңіз ғой? Ол жерде вообще тиіспеші, өтінем. Жарайды. Магазинге ма? Иә, магазинге барып кел. Жарайды. Ханым мырза, сіздерге срочно бір нәрсе айтуым керек. Не айтасың? Иә. Нұрай егізін тапқан сияқты. Не? Қалай сонда? Яғни ұқсастық өте көп дейді. Біріншіден Арай аты, екіншіден бір қалада оқимыз дейді. Үшіншіден түрлеріміз ұқсайды. Менің егізім жоғалып кеткен дейді. Ұқсастық өте көп деді. Мәссаған. Сонда не? Ол табылу мүмкін бе? Мүмкін жуырда табылып қалу мүмкін. Ең қызығы оның сыныптасы болып шықты. Ендеше оны барып көруіміз керек, иә? Иә, дұрыс айтасың, оны барып көруіміз керек. Не, Балнұр тәте мен секреттерімді айтып қойған ба? Енді олар Арай деп кетеді. Мүлдем ойламай кетеді. Мен оларға көрсетем, олар өкінетін болады. 3-ші бөлімнің соңы. Видеоны ұнаса, тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар, достар. Сау болыңыздар.